Көз ауруы, глаукома. Сәлем достар, менің каналыма жазыла кетіңіздер. Глаукома, су қараңғы. Көздің ішкі қысымының жоғары көтерілуінен болатын созылмалы көз ауруы. Гиппократ глаукозис, ал Аристотель глаукома деп атауды ұсынған. Аурудың осылай аталуы 19 ғасырдың 60-70 жылдарынан қолданысқа енді. Глаукома көзден сулы ылғалдың шығуының бұзылуымен, көзішілік қысымның жоғарылауымен, көру жүйкесінің атрофиясымен және көру қызметінің үдемелі төмендеуімен жүретін аурулар тобы. Этиологиясына қарай туа пайда болған біріншілік және екіншілік глаукома деп ажыратады. Біріншісі көзден сұйықтықтың ағып шығуына жауапты құрылымдардың дамуындағы ақауларға байланысты болады. Екіншілік глаукома көздің басқа ауруларының салдарынан жарақаттау, қабыну және тағы сол сияқты осылардан туындайды. Бірінші глаукома бірінші кезекте көз құрылымындағы кәрілік өзгерістерінің қарқындылығымен, сонымен қатар жеке анатомиялық және метаболикалық ерекшеліктерге, тамырлық, жүйкелік және эндокриндік жүйе жағдайларына байланысты болады. Әр науқаста барлық патогенді факторлар анықтама бермейді, ал оның кейбір бөліктері ғана анықталады. Біріншілік глаукоманы мультифакторлы ауруларға жатқызады. Ашық бұрышты және жабық бұрышты глаукомаларды ажыратады. Бірінші жағдайда қан қысымының жоғарылауы көздің дренаждық жүйесіндегі өзгерістермен, ал екінші нұрқабық тамыры мен алдыңғы камера бұрышының бөгелуімен немесе гонионехиялармен байланысты болады. Көздің ішкі қысымы белгілі бір деңгейде көздің ішкі сұйықтығының циркуляциясын реттеп отырады. Көздің қан тамырлары мен оған келетін жүйкелер қызметінің бұзылуынан көз сұйықтығының циркуляциясы нашарлап, көзден жас шығу қиындайды. Соның нәтижесінде сұйықтық жиналып, көзішілік қысымның жоғарылауына әкеледі. Бұл көздің қалыпты жағдайдағы жұмысын төмендетіп, көздің торлы қабығына келетін жүйкелердің жұмысы бұзылады. Егер дер кезінде емделмесе, адамның көру қабілеті нашарлап, тіпті соқырлыққа әкелуі де мүмкін. Су қараңғы 40-50 жастағы адамдар арасында пайда болады. Кей жағдайларда жас балаларда және жас өрспірімдерде кездеседі. Аурудың бастапқы кезеңінде көздің алды тұманданып, жарыққа қарағанда кемпір қосақты көргендей белгілері байқалады. Науқас көз алдындағы затты анық көре алмайды. Бұл белгілер әуелі бір көзде байқалады. Әсіресе таңертеңгілік 1-3 сағаттай көз, самай және маңдай тұсын бір нәрсе қысып тұрғандай әсері байқалады. Су қараңғы аяқ астынан да дамуы мүмкін. Бұл кезде бір жақ көз, бас қатты ауырады. Науқастың көзі қызарып, қабағы ісінеді, көру қабілеті төмендейді. Кейде адамның жүрегі айнып құсады. Аурудың алдын алу үшін 40 жастан асқан адамдар жылына бір рет көз қысымын тексертіп тұруы қажет. Су қараңғы жұқпалы ауру емес, бірақ тұқым қуалауы мүмкін. Емі көздің қарашығын тарылтатын дәрілер қабылдау керек. Режим: сағат түнгі ұйқы, дұрыс тамақтану, оқығанда, жазғанда, теледидар көргенде жарықтың дұрыс түсуі. Осылардың барлығы қатаң сақталуы қажет. Дәрі-дәрмекпен емдеу көмектеспесе, хирургиялық операция жасалады.